Азаматтар, мына жерде енді бәріне жиналып тұрып қой. Қасымда мен облыс әкімінің орынбасарымын. Өзі қайда? Ғалымжан Ниязов деген азаматпын. Қасымда осы Жаңаөзен қаласының әкімі Мақсат Оңғарбаев Ебағарсын тұр. Мына жерде қасымызда тағы да осы біздің Біріншіден газ 50 теңге. Жәке қинап жүрдің десе 60 теңге. Халық осыған көнеді деп ойлаймын. 50-60 теңге болады арқамда. Мына билік көзі соқыр, керең тым. Айтқанына оның енді сенер кім? Жалғыз ойым анық білем бәрінің алыс емес сазайының берер күн. Мыңқ-мыңқ етіп бірді-бірге қоса алмай, айтатыны құрған құран, бос айғай. Міне тағы өзендегі жанжалды, әлі де отыр ебін тауып шеше алмай. Өңшең топас бастық болған кезеңнен. Ақтау. Время, короче, 3:05. Өкінішке орай біздер жігіттер қанша бізді қыспақ қалса да, мына қазіргі қымбатшылық, біздің әлеуметтік әділетсіздік, жұмыссыздық, біздің мына жерімізді, елімізді сатуы, барлығына да біз көніп келдік жігіттер. Ал енді мына жерде, енді қазіргі мына үкіметтің жасап отқан әділетсіздігіне тіпті қарнымыз ашып отыр жігіттер. Енді қазір бұл жерде енді мына демалып отқан ауамыз сату болған шығар бұларға енді. Басқа ештеңе қалған жоқ қой. Жігіттер, енді біздің айтып отқан затымыз бұл үкіметтен артық зат сұрап отырған жоқпыз. Өзіңіз куәсіңіз, күні кеше осыдан бір 6 ай бұрын, 6 ай емес 4-5 ай бұрын 60 теңгеден алып жүрген газымыз 120 теңгеге бір күнде жарықтап шығып отыр да бұл. Екі есе қай жерде көрдің? Бұлардың бізді алдау сұрап жатқаны бір құртта бір 2-3 мың теңге қосты. Қазақ болып тумағанда не серіп. Үйге тарамай, бәріміз осы жерде боламыз. Қазір деп қиналсын ба сонда? Халықтың қойып отқан талабы сол. Ал сендерге оған бәрі бір. Біз айтып отыр, халықтың айтқан заң ба? Заң бұл. Міне, халықтың айтқан заң. Конституцияда халықтың құқығы қорғалып тұр. Әрбір азаматтың құқығы қорғалып тұр. Сондықтан халықтың айтқан заң болса, бұл жерде тек мен емес. Бүткіл Маңғыстау облысы айтып тұр. Сол адамды мына жерге бір сағатта әкеліп беру. Бүткіл Маңғыстау облысы айтып тұр. Тек мен емес бұл жерде. Биліктегілерге халықтың талабы бар. Автогаз бағасы арзандау керек, түсу керек, ойына келген бағаны істемеу керек. Халық ашынып тұр қазіргі таңда. Ал енді осы мәселені жылдамырақ шешу керек Маңғыстау үшін. Шетелге кетіп батырған, Россияға кетіп батырған, тастап тоқтатты. Сол барлығы жеделеді деп ойлаймын. Халық ашынбасын. Енді тыңдаңыз. Мына жерде қаншама әңгіме айтылып отыр. Біреу келіп әркім өзінің жұмысын тығып отыр. Ананы оны тықпаң. Жеке мәселені айтқан бұл жерде. Бұл жердегі газдың мәселесінен келдік. Газдың мәселесіне ары қарай кетпейік. Және де әдеп сақтайық жігіттер. Жаңаөзен деген кезде итак бізді қасқыр болып көреді. Одан да қожық болып қағып кетпесін. Сәс абайтайын аты. Бауырлар, солай ғой. Славян Мырзакенге келіп, біраз правонарушениелерді түсірейік деген еді. Бірде-бір полиция қызметкерлерін таппадық. Бәрі ойлаңызшы, адамның осыншама қорлық көргеніміз неге соншама? Біздің соншама неге қорлық көрдік біз бір адамды? Төңірегіндегі адамдарға бір әңгіме қылып бастасаң болды, ай ол осылай бәрі. Ұйықтап жатырмыз, бүгінгі жеген, бүгінгі ішіп жеуі бар ма, соған адамдар мәз.
Шевченко қаласы. Өзен, Өрген. Жол жабық Ақтауға. Шықпайды, кірмейді. Жол жабылды. Бұл қазір қала әкімі келіп тұр. Бұл қаланың проблемасы емес. Облыс әкімі келсе де ол облыстың проблемасы емес. Бұл бүкіл республиканың проблемасы. Бұл билік жүйесінің Маңғыстау облысының экономикалық мәселесін шешу үшін ғана құрылды комиссия. Ал ол бізге қатысы жоқ па сонда? Енді қараңыздар, ағайындар. Егер біз үкіметтің мына саясатына риза болмасақ, оған өзіміздің наразылығымызды білдіру, ол біздің конституцияға бір түндеп айтып кететін болсам, 10 секунд жетеді. 91 жылдан бері, 90 жылдан бері көріп келе жатырмыз осы Маңғыстауды мен өзім личный. Ал енді сендерге айтарым, ешқашан мынандай болып жиналған жоқпыз. Біздің мына сендер оқыған мектепті мен не бітірдім? Осы сол мұғаліммен тәрбиелетіп мен сендермен біргемін. Мен атсыз амон келгенде 1,5 сағатта қайда келе алмайды. Бізге бұла амондар керек емес, бетбік келген. Бізге елбасы керек алдымызға. Кешегі атыздар мен батырлардың ұрпағымын деп мақтанат, батына қиын күн туса, тәуеменен ақтамасын. Қазақстанда басқа ұлттар байып жүр, көкке қолын созып жүр, қазағым жүр, кредит, ипотека төлеп тозып жүр. Алтынды берді Қытайға, мұнайды берді Орысқа, көмірді берді Үндіске, мұның бәрі қазақтікі емес пе? Орынбор, омбыны бердің кезінде, болды әлі есімде, қалғандай бір мазаққа, Байқоңырды да берді Орысқа. Айтшы кәде, не қалды сонда қазаққа? Қазақтар не қалды бізге? Қазақтар! Құрметті батыс жұрты, біз Түркиядағы қазақтар сіздердің талаптарыңызға қолдау білдіре отырып, Алладан берілген сый, атадан берілген мұра әрқашан әр халықтың мүддесіне жаратылуы тиіс екендігін айтамыз. Әкелген балаларды жіберуге болады. Мен жаңда ДВД-ның басшысы бар. Қандай жоқ? Намысың бар ма? Намысың бар ма? Қазақ Мына жерде шешіліп атқан мына шаруа шешілмейді ма? Жазылып атқан да шешілмейді. Басқасы да шешілмейді бұл жерде. Мен сендерге гарантия беремін, жігіттер. Мынаның біреуі де шешілмейді. Мына жай сендерді алып жаққа кіргізіп, уақыттарыңды босқа аулады. Бірінші мәселе Жаңаөзен алдай. Жаңаөзен батырлары, баршаңызды бірлікке шақырам. Қазір біздердің жиналып тұрғандарымыз ешқандай митинг, провокация емес. Бұл халықтың ішкі қыжылы, жанайқайы. Енді ойлап қараңдар. Халық осы уақытқа да бүлбүлбей келді. Бірақ әйелдеріміз магазиндерін жауып, ана халықтың агрессиясынан қорқып отыр. Мен сол нәрсені айтайын деп келдім.
Маған қаншама адам жазып жатыр. Жақау, сенің айтып отқан сөзің себепті жолдар жабылып жатыр. Біздер жаңағы полицияларға жете алмай жатыр. Жаңа бір ана мені қарғап жатыр. Маған айтады, сол сен кеше айтқан сөзіңнен шығар бәлкім. Мен Ақтауға шыға алмай қалдым, аэропортқа шыға алмай қалдым. Баламның операциясының ақшасы кетіп кетті дейді. Мысал айтып жатырмын. Жаңаөзендіктер, осы жиынымызда Алла қайырлы қылсын, берекелі қылсын. Алла қазақ Kaçma Zaybo. Kaçma.